Қорғансыздың күйі. 2 бөлім. Сонымен бұл жағдайды ешкімге айта алмадым. Ішке жұттым. Денсаулығым дұрысталған соң, күзде қызымды алып енем келді. Енеммен татуласып дұрыстап сөйлестім. Ертең Бико ішкенін қойса, қайта қабылдаймын. Осында келсін. Бірге жұмыс істейміз деп едім. Енем барған соң онымен салмақты отырып сөйлесетінін айтты. Енеме жақсы көретін тәттілерін алып беріп шығарып салдым. Қызым мектепке кірестен Бұрындайға қатынап оқып жүрді. Бір айдан кейін айлығымды алып, Бұрындайға баяғы пәтеріме қызымды алып көшіп кеттім. Араға біраз уақыт салып күйеуім келді. Екеуміз Бұрындайдағы корейлер ашқан пластик терезе есік шығаратын жерге жұмысқа орналастық. Күйеу баланың масқара қылығынан кейін не де болса күйеуім жанымда болсын. Әйтеуір ер азаматым бар дедім. Күйеуім ішпей жұмысын істеп жақсы жүрді. Осылай жүріп екіншіме аяғым ауырғады. Босанатын уақытта қызымды алып ауылға енемдердікіне барып ол босандым. Күйеуім Алматыда, мен ауылда тұрып жаттық. Бико ақша салып тұрады. Арасында келіп кетеді. Ауру қалса да әдет қалмайды дегендей, күйеуім менен жасырып анда-санда ішіп қояды екен. Күзде қызымның сабағы басталғанда қалаға келдік. Мен үйде отырдым. Күйеуім жұмыс істеп жүрді. Балам 1 жастан асқан соң, енем өзім қараймын деп ауылға алып кетті. Мен қайта жұмысқа шықтым. Осылай уақыт зымырап өтіп жатты. Күйеуім соңғы кездері мазасы болмай жүрді. Дәрігерлерге қаралайық десем бармайды. Сөйтіп жүргенде бір күні қатты ауырды. Ауруханаға бардым. Дәрігер анализ алып бауырын тексеру керек деді. Сөйтсек, бауыр циррозы болыпты. Оны әбден асқындырып алыпты. Ауруханаға жатқызды. Сонда күйеуім маған: "Айко, сен аман болшы. Сен болмасаң, мен балаларды жеткізе алмаймын. Мені кешірші" деп, құдды менімен қоштасып жатқандай. Мен "Қойшы, бәрі жақсы болады. Олай айтпашы" деп, көңіліне демеу болып жатырмын. Бірақ күйеуімнің беті бері қарамады. Арада 1 жеті өткен соң, күйеуім қайтыс болды. Ол кезде 40-қа жана толып еді. Жылап-сықтап, өзегім өртеніп, ауылға апарып жерлеп келдім. Екеуміз екі жақта жүріп, қанша уақытымызды жоғалтып алыппыз ғой. Мұны кеш түсіндім. Амал қанша. 2 баламен қара жамылып жесір қалдым. Күйеуім соңғы кездері анда-санда ішкені болмаса жақсы жүреді. Маған өткенімді бір айтып бетіме басқан емес болатын. Ешқашан дауыс көтеріп ұрған емес. Осы қасиетін ерекше бағалайтынмын. Содан кейін бір күні сіңлім хабарласты. "Тәте, мені алып кетші, енді шыдай алар емеспін" дейді. Сөйтсем, әлгі көргенсіз күйеу балам "ұл тумайсың" деп сіңлімді ұрып соғады екен. Басқа әйелмен көңіл қосып көзіне шөп салады екен. Ата-енесі де қой демейтін көрінеді. Сіңлімді күн секілді жұмсап, білгендерін істетіп жүріпті. Сіңлім өте момын еді. Іштен тынып жүре беріпті. Жылап тұрған соң, бір туысымның көлігімен бардық. Барсақ, күйеуі жоқ екен үйінде. Сіңлім киім-кешегін жиып дайын отыр екен. 2 қызын алып өзім жалдап тұрып жатқан пәтерге алып келдім. Бәріміз осында тұрып жаттық. Анамдар, інілерім мұнан хабардар болды. Арада 2 ай өткен соң, баяғы жексұрын күйеу балам келді. Сіңліме не дегенін білмеймін. Күйеуіме қайта қосыламын, сонымен бірге қайтамын дейді. Ауылдан анамды шақырттым. Анам келген соң бәріміз отырып сөйлестік. Осы жолы күйеу баланың маған істегенін айттым. Анам өтіп кеткен нәрсені қайтесің қозғап, қателескен болар, дейді. Сіңілім жылап қалды. Сол кезде қызым да сіңіліме қосылып жылады. Не болды десем, Ерсін аға, сол ағамдардікінде тұрып жатқанда, маған да тиісті дейді. Жаным қалмады. Қалай тиісті десем, ауылдан келген соң, үйде ешкім жоқ еді. Барлығыңыз жұмыста болатынсыздар. Мен түсте диванда ұйықтап жатыр едім. Біреудің құшақтағанынан оянып кеттім. Қарасам Ерсін аға екен. Мені құшақтап алып, "Сүйсем қорқасын ба" деп сұрады. Мен "Иә, қорқамын" деп жылап едім, жібере салды, дейді. Кейін бұл жайлы ешкімге тіс жарушы болма деп қорқытып қойыпты. Оны естіп, төбемнен жай түскендей болды. Қызым ол кезде небәрі 12 жаста болатын. Bir Алла сақтапты. Күйеу баланы жек көріп кеттім. Ашу-ызаға булықтым. Мен жарайды, бетім ашылған әйелмін. Ал қызым ше? 12-де бір гүлі ашылмаған періште ғой. Сіңіліме ұрыстым. Көрдің бе, сенің күйеуің қандай адам? Соған қайта бармақпысың? Десем, сіңілім жылап еңіреп, "Мен оны жақсы көремін" дейді. Сосын жарайды дедік. Күйеуінің қандай адам екенін біле тұра,
қайта қосылды. Анам басқа ештеме демеді. Ал күйеу бала біздің осындай дәрменсіз, момын бейшара екенімізді әбден біліп алған. Сол үшін осындай арсыз әрекеттерге барып жүрген. Онысына еш қысылмай, түк болмағандай танауын шүйіріп, бедірейіп жүргені де осы. Дәрменсіздігіме ішім удай ашыды. Ата-анам, бауырларым бола тұра қорғансыз едік. Өзге емес, өз сіңілімнің күйеуі, сол сіңілімнің көңіліне қарап, мұны да ішке жұттым. Сіңілім 2 қызын алып күйеуіне қайта қосылды. Кейінірек өзі хабарласып, күйеуі екеуінің аралары жақсарғанын, үшіншісіне аяғы ауыр екенін айтты. Мен не дейін? Қызыммен болған сол жағдайдан кейін оның немен айналысатыны жайлы сұрастыра бастадым. Алдын қалада бір жеке кәсіпкердің жүргізушісі болып істейтінін білетінмін. Сөйтсем, оған қоса ерсін сол тоқырау жылдардан бастап бандитизм дей ме, бұзық жігіттерге қосылып іс-әрекеттер жасайды екен. Разборкаларды шешіп жүретін атамандардың бірі екен. Екінші жағы, араласатын достарының көпшілігі құзырлы органдарда қызметте істейтін көрінеді. Танауын шүйіріп, маған не істей аласың дегендей болып жүргені сол екен. Оның үстіне біздің отбасымызда әкем жетім өскен. Қақ-соқпен шаруасы жоқ адам. Анам өз алдына. Маған бала кезімнен суық еді. Біз де сондай момын, бұйығы, ұян болып өстік. Ерсіннің туыс әпкесіне үйленген інім әйелімен ажырасып кетті. Әйелі алдын 2 рет тұрмыста болған екен. Мұнысын інім білмей үйленген екен. Кейін өтіріктің құйрығы бір тұтам дегендей, онысының барлығы шықты. Оның үстіне әйел басымен ішімдікке бір табан жақын екен. Інім ақыры болмады ма, ажырасып тынды. Әйелінің ішімдікке бір табан жақын екенін баяғыда-ақ, алғаш келін болып түскенде-ақ байқаған болатынмын. Інімді тойы өткен соң ауылда үйімізге есік-төр көрсетуге қонаққа шақырған болатынмын. Сонда осы күйеу бала өзімнің сіңілім ол кезде тұрмысқа шықпаған болатын. Дастархан басында отырғанымызда келінім қызып қалып, осы інісі ерсін екеуі бір-бірімен сөзге келіп қалып боқтасып тұрып ұрысқандары бар еді. Енем мен күйеуімнен қатты қысылып едім. Осы келінім үшін сол кезде-ақ ініме қандай адамға үйленгенсің деп айтып едім. Кейінгісі анам менен кейінгі інілерім мен сіңіліме мейірімі түсіп, менен көрі соларды уайымдап қарасып жүретін. Сол кезде маған қоя салшы, өткен су өтті, бастысы өзіне де қызына да тиіскен жоқ қой, бүлінген ештеме жоқ. Кеше сал, ұмыт. Өзі де қателігін түсінер. Сіңілін күйеуімен қайта табысып жатқанда отбасын бұзба деп аузымды аштырмады. Үнемі сен үлкенсің, олар кішкентай деп менен көрі соларды көбірек ойлайтын. Қызым кәмелеттік жасқа толды, мектеп бітірді, балам да өсті. Қызым мен секілді өнерге жақын болды. Мектеп қабырғасында түрлі конкурстарға барып, ән байқауларынан жүлделі орындар алып келіп жүретін. Мен балаларыма мейлінше мейірімімді төгіп өсірдім. Өзім тірі жетімнің күйін кешіп өскендіктен, менің көргенімді көрмесін, қиналмасын, арман мақсаттарына жетсін деп еркін өсірдім. Кішкентай жетістіктерін өзіне қуанып, кішігірім қылып атап өтетін едік. Жалғыз жесір болсам да, 2 жерде жұмыс істеп, балаларымды ешкімнен кем қылмай жеткізсем дейтінмін. Қызымды өнер жолына оқуға түсірдім. 2 курсты тәмамдағанда, ол кезде жеңіл көліктер арзандау еді. Көлік алып бердім. Қызымның оқып жүрген ортасы клиент тұрмысы жақсы, толыққанды өнер жолындағы атақты отбасылардың балалары еді. Сол үшін қызым қысылмай жүрсін, жағдайы жоқ, пәтер жалдап тұратын жесірдің қызы екен демесін деп, қызымнан ештемені аямадым, бетінен қақпадым. Осылай жүргенде бір күні қызым Шаңырақ ықшам ауданына құрбысы екеуі көлікпен келе жатып бір кісіні жазатайым қағып кетіпті. Қаққанда да ол адам дін аман, еш жеріне ешқандай зақым келмепті. Сонымен қызым маған бұл жайлы хабар бермей, ештеме айтпай әлгі кісімен келісімге келіп, ақша беремін деп қолхат жазып беріпті. Сөйтіп құрбысы екеуі тамыр таныстарынан қомақты сомада ақша жинап беріпті. Кейін әлгі кісі қызымды бопсалап тағы ақша сұрапты. Бермесен түрмеге тоқытамын депті. Сол кезде ғана қызым келіп маған айтты. Өзім әрең жүргенде бұл маған жығылған үстіне жұдырық болды. Қызымның көлігін саттық. Ол өз бағасына кетті. Тамыр таныстардың ақшасын қайтардық. Әлгі жәбірленуші тараппен сөйлестім. Қоятын түрі жоқ. Бар жағдайымды түсіндіріп айттым. Қолдағы барымды берейін, қызымның қолхатын қайтарып беріңіз десем, оған да көнбейді. Алдыңғыдан да көп ақша сұрап отыр.
Сосын анамдарға хабарласып ақылдасып едім. Анам Ерсінге айтыпты. Ерсіннің құзыруы органдарда тамыр танысы бар. Сол жаңағы адаммен сөйлессін депті. Қызының мәселесін шешіп берер, көрсін деді. Сөйтіп менде де амал жоқ. Тығырыққа тірелген соң сөйлесіп көрсін деп едім. Бір күні Ерсін сабақтан соң қызымды сол ДТП жасаған кезде қасында болған жәбірленушімен сөйлесеміз деп алып кетіпті. Қасында 2 досы бар екен. Шамалы қызу дейді. Сөйтіп жолдан құрбысын түсіріп кетіпті де қызыма қонақ үйге барамыз депті. Сол кезде қызым маған хабарлама жазып жіберген екен. Мен оқи сала күйеу балама хабарластым. Қызыма тиісетін болсан, осы жолға аямаймын. Қазір қызымды ұрлап әкетіп зорламақ болды деп полицияға хабарлаймын. 2 рет сіңілім үшін үндемедім. Қызымды дереу үйге қайтар. Болмаса қазір сіңіліме де хабарласамын деп аяқ-қолым дірілдеп, ашу-ызаға булығып ұрыстым. Сол күні жұмыста болатынмын. Бір кезде қызым үйге бара жатырмыз, мені апарып салмақшы деп хабарлады. Үйге жеткенше қайта-қайта хабарласып отырдым. Бір кезде үйге жеттім деп қызым хабарласты. Жүрегім орнына түсті. Бекер анамды тыңдадым деп қатты налыдым өзіме. Жұмыстан шығып үйге келсем, қызым жабырқап отыр екен. Көліктен түсіп жатқанымда Ерсін аға бөксемнен ұстамақ болды. Мен қолын қағып жібердім, дейді. Ызаланып жылады. Қашанғы осыдан қорлық көре береміз? Гүлей әпкем қиналмасын, сол жабырқамасын, отбасы бұзылмасын деп үндемей осылай жүре береміз бе? Неге бәріне айтып масқарасын шығармаймыз? Атамдарға, көкемдерге айтайық, қорғаушымыз жоқтай қашанғы басындырып қоямыз деп еңкілдеп ызаланып жылады. Мен не істерімді, не дерімді білмедім. Үнсіз, санам тұманданып отырдым да қалдым. Жалғасы бар.